The article, артикль. N, the. Артикльдер жеке мағынасы жоқ, зат есімнің алдынан келетін, зат есімнің айрықша белгісі болып табылатын көмекші сөздер. Артикльдің екі түрі бар: белгісіздік және белгілілік. Белгілілік артиклі зат есім арқылы айтылған заттың және атаудың басқалардан гөрі тыңдаушыға да айтушыға да белгілі екенін көрсетеді. Белгісіздік артиклі жекеше түрдегі есептелетін зат есімдердің алдында қолданылады. Ағылшын тілінде артиклдің екі түрі бар: indefinite article, белгісіздік артикль, және n. Definite article, белгілілік артикль, the. Ағылшын тілінде артикль тек қана зат есімнің алдында қолданылады. A pencil. Егер зат есімнің алдында анықтауыш тұрса, онда зат есімге қатысты артикль анықтауыштың алдында келеді. A green pencil. Indefinite article, en, белгісіздік артикль, en. Егер зат есім дауыссыз дыбыстан басталса, артиклін қолданыламыз. A tree. Егер зат есім дауысты дыбыстан басталса, n артиклін қолданыламыз. An apple. Белгісіздік артикль келесі мағына білдіреді: бір, кез келген, алғаш рет аталған. Белгісіздік артикль тек қана жекеше түріндегі санауға келетін зат есімдермен қолданылады. This is a ball. Indefinite article en, белгісіздік артикль en келесі жағдайларда қолданылады: there is, it is, this is, that is орамдардан кейін. This is a nice book. Және have, has етістігінен кейін. I have a brother. Definite article, белгілілік артикль the. Егер артиклдің алдындағы сөз дауыссыз дыбыстан басталса, онда артикль the болып оқылады. The cinema. Егер артиклдің алдындағы сөз дауысты дыбыстан басталса, онда артикль the болып оқылады. The orange. Definite article the, белгілілік артикль the келесі жағдайларда қолданылады: бір затты қайталап айтқан кезде. I have got a flower. The flower is red. Және отбасын жалпылап айтқан кезде. The Browns. Definite article the, белгілілік артикль the келесі жағдайларда қолданылады: географиялық атаулардың алдында өзен, мұхит және теңіз. The Mississippi, the Atlantic Ocean, the Black Sea. Және біріккен мемлекеттер мен тау атауларының алдында. The USA, the Alps. Definite article the, белгілілік артикль the келесі жағдайларда қолданылады: дүниенің төрт бөлігін білдіретін сөздердің алдында. The North, the South, the East, the West. Және қайталанбайтын зат есімдердің алдында. The sun, the moon, the sky, the world.
Definite article the, белгілілік артикль the келесі жағдайларда қолданылады. Реттік сан есімдердің алдында. The first aid. Және асырмалы шырайда тұратын сын есімдердің алдында. The best friend. Артикльдер келесі жағдайларда қолданылмайды. Жалқы есімдердің алдында. Peter is my friend. London is the capital of England. Және есептік сан есімдердің алдында. Open your books on the page 8. Артикльдер келесі жағдайларда қолданылмайды. Тәуелдеу есімдіктердің алдында. My pen is red. Және сілтеу есімдіктердің алдында. This book is interesting. Артикльдер келесі жағдайларда қолданылмайды. Маусым, мезгіл, ай, апта сөздердің алдында. Summer, May, Monday. Және келесі сөздердің алдында. Breakfast, dinner, supper, lunch.